Авторлық әңгімем есептесетін сәт. Нұрай есікті артынан қатты тарсылдатып жауып, жылап, сыныптан жүгіріп шықты. Оған соншама зиян тигізген, соншама азап әкелген адамдардан қашып бара жатты. Олардың Нұрайға арнап айтқан соңғы сөздері оның басын ауыртып, жүрегін сыздатты. Және Нұрай олардың ашулы, жек көрінішті көздерін ешқашан ұмыта алмайтын еді. Не үшін деп қайталады Нұрай. Неге бәрі мені сонша жек көреді? Мен не істедім, қандай қылмыс жасадым деген сұрақтар миында айнала берді. Жаңа ғана сыныптастарымен болған жанжалдың суреттері көз алдынан өте бастады. Міне оның сыныбы. Ол тақтада тұр, ал сыныптастары қаламдарын, қарындаштарын, дәптерлері мен кітаптарын Нұрайға қарай лақтыруда. Нұрайдың сыныптастары оған тигізген үлкен зиянын мүлде білмей жатыр. Сыныптастарының келекесінен, мазақтауынан қажыған Нұрай тізерлеп отыра кетті. Оның көз жасы жағдайды мүлдем өзгертпеді, керісінше нашарлатты. Осы кезде барлық сыныптастары айғайлай кетті. Жылай берсін, бейбақ. Ендігі жерде ол өз орнын білетін болады. Сен түкке тұрғысыз адамсың. Сен сияқтыларды құрту керек. Біздің сыныптан кет, шық деген жүректі ауыртатын сөздер сыныптан жаңғырып шығып жатыр. Жүрегі ауырды. Оның көзі кенеттен бұлыңғыр болып кетті. Ал өзінен мұндай жылдамдықты күтпеген Нұрай дүниедегінің бәрін іштей қарғап, сыныптан жүгіріп шықты. Ол іші бос аллеяларды аралап жүріп, мен міндетті түрде олардан кек аламын. Қанша рет менің мейіріміме аяқтарын сүртті. Қаншама рет балшыққа таптады. Олардың аяусыз сөздері мен істері менің жүрегімді ауыртты. Жаным жараланған сайын олардың жүзі жарқырай түсті деп ойланып келеді. Байғұс қыздың жан дүниесінің мұңы одан сайын арта түсуде. Ол кек алғысы келеді. Ол ерте ме кеш пе әркім өз әрекеттері үшін жауап беретінін білді. Оның өзі сол сыныптастарының күнәлары үшін жазалауды ойлады. Жолға шығып, сабырлы түрде айналасына қарамай, жолды кесіп өтуге шешім қабылдады. Жолдың ортасына жақындағанда фаралар екі жақтан жыпылықтап, көлік бар жылдамдықпен кеп Нұрайды қағып кетті. Көлік жүргізушісі тоқтамай, сабырлы көңіл күймен ештеңе болмағандай жолын жалғастырып қашып кетті. Ал Нұрай жолдың шетінде жатыр. Ол қозғалуға тырысты, бірақ оның денесіндегі ауырсыну тозақтың азабындай түйілуде. Ол соңғы көзқарасын аспанға қаратты. Жарқыраған жұлдыздарға тесіле назар салды. Оның бетінен баяу түрде жас ағып, бетін жуа бастады. Ол қайтыс болған бұл күні қырсыққандай көшеде де мүлдем ешкім болмады. Өмірінің соңғы секундтары аяқталды. Нұрайдың жүрегі соғуын тоқтатты. Арадан бір апта өтті. Сыныпта өлім тыныштығы орнады. Барлығы ойлы жүзбен отырды. Ешкімнің Нұрай жайлы сөйлеуге батылы бармады. Бұл тыныштықты ешкім бұзуға тырыспады да. Бірақ бұл тыныштықты әйнекті тырнап жатқан дыбыс бұзып жіберді. Оқушылар терезеге бірден басын бұрды. Бірақ бақыттарына қарай олар мұндай жиіркенішті, құлақты тесіп жіберердей дыбысты шығарған адамды таппады. Шамалы уақыттан кейін бұл тағы да қайталанды. Бірақ бұл дыбыс сыңғырлаған күлкімен ілесті. Күлкінің дауысы сыныптың артқы жағынан шығып жатқаны белгілі болды. Бірақ олар қайта бұрылып арттарынан ешкімді таппады. Көп уақыт өтпей айғай естілді. Осыдан кейін қорқынышты күлкі одан әрі күшейе түсті. Барлығы құлақтарын қолымен бітеп жауып алды. Осыдан кейін тағы да үнсіздік орнады. Терезе сыртында найзағай жарқылдап, алыстан күн күреуі естілді. Сынып ішіндегі жарық жанып сөніп бастады. Бұл оқиғалар қорқынышты фильмді еске түсірді. Жалғыз айырмашылығы бұл жағдай шынайы өмірде болып жатқан еді.
Салқынқандылықпен шыққан айғай бірнеше рет қайталанды. Найзағай бірнеше рет жарқылдаған соң сыныптағы бәрі плащ киген қызды көрді. Сынып ішіндегі жарық бұрынғыдан да жарығырақ болып кетті. Бейтаныс қыз басын көтеріп қатты дауыспен анық айтты: «Ал, сәлем, қымбаттыларым, көптен бері көріспедік қой», деді. Оқушылардың басынан өткен қорқыныш пен үрейді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Оқушылар қызды бірден таныды. Олар көлік қағып кеткен, қайтыс болған Нұрайды өз көздерімен көріп тұр. Оның терісі өте бозарған, қолдары мен аяқтары жіңішкеріп кеткен. Бірақ бәрін ең қатты қорқытқаны Нұрайдың көздері еді. Қорқынышты көзқарастарымен өлтіруге тырысқан қою, қара, жаман, қорқынышты көздер. «Мені ұмытпадыңдар ма? Сендер мені қалай мазақ еткендерің естеріңде ме? Сендер мені қалай қорладыңдар? Менсінбедіңдер», деді. Оның даусы ащы болып естілді. Жаңағы айтқан сөздерінен кейін ол ұшып барып, бір сәтте терезенің жақтауына қонды. Ол сонда отырды да саусақтарымен әйнекті біртіндеп қағып тағы да сөйледі: «Құдай-ау, сол күні қандай жаман күйде болдым. Мен бұл дүниені жек көріп кеттім. Сендерді жек көріп кеттім, бірақ сендерге бәрібір еді». Нұрай осы сөздерді айта отырып көздеріне жас алды. «Қанша қорлық көрсеттіңдер, қаншама рет қинадыңдар. Сендерден қашып бара жатып, әлі уақыт келетінін, әрқайсың мені қинағандарың үшін жауап бересіңдер деп өзіме уәде бердім. Есептесетін кез келді», деді де қақалаған қорқынышты күлкі оның жүзінде пайда болды. Аш жануар тамақ қалап жатқандай Нұрай аузын үлкен ашып сояудай тістерін көрсетті. Уақыт келді, ол енді мүлдем сөйлемей жатыр, тек айғайлауда. Сыныптың ішінде жоғары көтеріліп, ол түсініксіз тілде бір нәрселерді айтып сыбырлады. Сол кезде Нұрайдың қолында орақ пайда болды және оның ұшына саусағын тигізіп шамға қарады. Қорыққан балалар бір бұрышқа тығыла бастады. Олар болып жатқан жағдайды үрейлі көздерімен қорқынышпен бақылап тұрды. «Кешірші бізді», деп күбірледі оқушылардың бірі жіңішке дауыспен. Сол кезде кенет шамы жарылып кетті. Бөлмені қалың қараңғылық толтырып, анда-санда ғана найзағай жарқылымен бөлме іші көрініп тұр. Есептесетін уақыт жетті. Бұл сөздерден кейін бүкіл мектепте айғайлар мен көмек сұраған дауыстар естілді. Бірақ енді кеш болатын. Оларды құтқару мүмкін емес еді. Осыдан кейін барлық қалалық телеарналарда бір ғана жаңалық жүріп жатты. «Сәлеметсіздер ме? Бұл жаңалықтар Айдар және оның жүргізушісі мен Пәленшеев түгенше. Жаңа ғана бір топ оқушылардың өлімі туралы жантүршігерлік хабар келді. Бұл қайғылы оқиға мектептің ішінде болыпты. Сыныпқа кеш жеткен мұғалімдердің айтуынша, ондағы көрініс тым қорқынышты. Балалардың қанды мәйіттері сыныпта шашылып жатыр екен. Сынып бұрышында оларды қаза еткен орақ табылыпты. Бірақ ең сорақысы, сіздер экранда көріп тұрған мына қанды жазу. Әркім өз күнәсі үшін жазасын алады. Қазір полицейлер мұндай сұмдық қылмысты кім жасауы мүмкін екенін анықтап жатыр. Ал әзірге келесі жаңалықтарға көшейік. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Бастарыңыздан өткен қорқынышты оқиғалар болса, қалдыра кетіңіздер. Келесі шығарылымдарда жариялайтын боламын.